Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді, оңай салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырып кететін боламын. Алдымен тауықтың етін суға пісіріп алдым. Аздап тұз қосып қайнатып аламын. Шамамен 15-20 минуттай уақыт алады. Кейін видеодағыдай етіп турап шығамын. Салат жапырағын алдын ала жуып, кептіріп аламын. Содан кейін ұзындап тураймын. Бұның орнына айсберг салатын қолдансаңыз да болады, өте дәмді шығады. Жұмыртқаны да алдын ала пісіріп алдым. Кубиктап турап шығамын. Грек жаңғағын пышақтың көмегімен ұсақтап аламын. Өте ерекше дәм береді, сондықтан міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Келесі бізде қара өрік. Оны да алдын ала жуып алдым. Видеодағыдай етіп жіңішкелеп турап саламыз. Келесі бізде консервадағы ананас. Өзіңізге ыңғайлы етіп, кубиктап немесе ұзынша етіп турап шығамыз.
Барлық ингредиентті турап алдым. Енді үлкендеу ыдысқа ауыстырып жатырмын. Себебі ыдысым тарлау болып кетті. Дәміне қарай тұз қосамыз. Дүкен қаймағын немесе майонезді өзіңіздің қалауыңызға қарай қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған үйге келген қонақтардың барлығына ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сондай-ақ менің каналымда басқа да салаттардың жасалу түрлері бар. Кіріп қарасаңыздар болады.